Солай 2 ай өткеннен кейін Ақтауға ұшып келдік Айым екеуміз. Күтіп алам деген Макс бізді күтіп ала алмай қалды. Қалаға таксимен жетіп алдық. Біз ұшып келген кезде ауа райы ыстық болып тұрды, Алматыда емес ауа райы влажно болып тұрды. Самолеттен түскен кезде бірден сезілді теңіздің иісі мен ылғалдығы. Солай алдын ала брондап қойған үйімізге бардық. 14 шағын ауданға, теңіз жағасында екен. Келдікте жүктерімізді үйімізге тастап, бірден Ақтауды аралауға шығып кеттік. Ақтауды қыдырып жүргенде әңгімеден әңгіме шығып, Айым айтты басқа да жігіттермен танысып, басқа да жігіттермен де көрейік, бізді кім танып жатыр дейсің осы қалада деді. Макстар күтіп алмаған өзіндерінен көрсін деді. Сосын мен білмеймін, ретін қарай жатармыз. Бізбен кім таныссын, жас қыз емеспіз, жастармен таныса қою қиын шығар, өзіміздің құрдастар болмаса дедім. Солай кеш батты, кешкісін Айым клубқа барайық деді. 2 кеске кіріп жақын маңайдан клуб қарадық. Амың деген клуб бар екен, Яндекс такси шақырып сол жаққа 5 минутта жетіп алдық. Бұл қаланың кішкентай екенін білдіреді. Қаланың кез келген точкасына 10-15 минутта жетеді екенсің. Солай клубқа кіріп бардық, іші толы жастар екен. Айымға айттым, іші толы жас қыздар, біздерге шанс жоқ шығар дедім. Айым көреміз деді. Солай Айым екеуміз іштік биледік. Сәл масайып қалдық екеумізде. Көңіл көтеріп жүргенде Айым жастау жігітпен танысты. Ол жігітте жалғыз емес екен, достарымен туған күні тойлап отыр екен. Достарының барлығы әйелдермен отыр, бұл тек жалғыз бойдақ екен, есімдерін айтпай-ақ қойын. Біреулер танып қалып ұят болып жүр. Себебі олар жақсы орта екен. Солай бізді солардың столына шақырды. Мен өзімді не комфортына сезініп отырдым да Айымға жақсымен үйге кеттім дедім. Не комфортына сезінгенім, олар серьезный, артық тыртық іс әрекеттері жоқ, әйелдерде бізден 10-15 жас кіші қыздар. Солай клубтан шығып жол бойында такси тоқтатып тұрғанда бір көлік келіп тоқтады. Адресті айттым, 14-19 деп. Ол 500 болады деді. Солай отырып алдым, әлі есімде көлікте Жакалы білеңі қосылып тұрды. Өзімде түсініп тұрмын, онша емес әңгіме айтып жатқанымды, бірақ мен қалай танысарымды, қалай әңгіме бастарымды мен солай бастадым. Сосын ол қатынасты ұнатпайтын адам бар ма деді. Сосын сен мені қалайсың ба деп тіке бетіне былш ете салдым. Сосын ол иә деді, мені онда бір жерге апар дедім. Ол үй жаққа жақындап қалған еді, кері бұрылды да басқа жаққа бағыт алды. Жаңа шағын аудандар арасынан өтіп, стройкалардан өтіп қара жолға түсті де қала сыртына апарды. Тоқтады да көліктен түсіп артына менің қасыма отырды. Мен қолымды оның ішіне салып едім, тұрып кеткен екен. Қолыммен оның балапанын уқалап сыртқа шығардым. Алып беріп келген, бірақ сайманы жүн болып отқасын жиіркеніп қалдым. Сосын шештім де оның алдына отырдым. Ол құралын туралап күнтемесіме тығып жіберді. Менде қозып шыққан, менікі де ылғал еді. Сосын оның сайманына жаймен секіріп қозғадым. Ол болса күтілген қатынастан басы айналып рахаттанып жатыр. Артқа қарайтын айнасынан оның басы шалқайып аузы ашылып рахаттанып жатқанын көріп тұрмын. Оның рахаттанып жатқанына мен одан сайын оянып жатырым. Оның үстіне қаттырақ секіре бастадым. Менде көлікте бірінші рет болып жатырғасын өзгеше сезімде болып жатырым. Мен одан сайын қаттырақ секіре бастағанда, ол бітіріп менің ішіме аяқтап тастады. Мен шығардым да, әдейі үстіне отырып алдым өзінің үстіне ақсын деп. Себебі тез бітіріп тастағасын ұнамай қалды, ал мен әлі істеп отырмын. Әбден үстіне ақтау дегенде тұрдым, ал болса түсіп алдына барып отырып алды. Мен сиденкасына үйкеледім де, сүртілді ау дегенде киім киіп алып, мені үйге апарып таста дедім. Үйге бардым, үйге барсам Айым әлі үйге келмеген екен. Душқа кіріп жуынып алдым да бөлмеме барып жатып ұйықтап қалдым. Біраздан соң үйдің сыртқы есігі ашылды да күлген дауыстап шықты. Мен сол күлген дауысқа оянып кеттім. Тыңдап жатырмын, неше адам болып келді екен деп. Тек Айым мен бір ер адам дауыс екен. Дауыс манағы жігіттің дауысына ұқсайды, бірақ точно білмей жатырмын, точно сол ма сол емес па. Екеуі күліп әңгіме айтып отырды. Бір кезде екеуінің дауыстары шыға бастады. Бірден түсіндім, Айым все бастады деп. Жігіттер ойлайтын шығар бізді айдап жүрмін деп, бірақ керісінше біз оларды ұрғылап жүрміз. Себебі біз шыққанда сондай мақсатпен шықтық.
Ал ол жігіт барарда нақты ойлап барған жоқ, ойда жоқта көріп қалып жатыр. Манағы таксисте солай. Әңгімем жалғастырайын, бір кезде жігіттің дауысы шыға бастады. Мен түсіндім айым оныкін ала бастағанын. Жігіттің терең демалған даусына мен де ояна бастап уқалай бастадым. Мен тек дауыстарына естіп жатырмын. Сол дауыстарға қарай көз алдыма екеуін елестетіп өзімдігін уқалап жатырмын. Бір кезде айымның дауысы шыға бастады. Мен олардың қандай қимылда жатқандарын білмеймін, бірақ көз алдыма айымның астында жатқанын елестеттім. Бір кезде дауыс өрси бастады, айым тағы деп қояды. Мен шылқып кеттім, сайман аңсап жатырмын. Тумбочка үстінде тарақ жатыр екен. Тарақты алдымда салфеткамен сүртіп жібердім де арасына салдым. Айымның дауысы қаттырақ шыққан сайын тарақты алып салып қаттырақ қозғай бастадым. Бір кезде менің де дауысым еріксіз шығып кетті. Өзімнен қатты ұялып кеттім де тұрдым. Астымда іш киім жоқ, үстімде тек майкам. Солай айымдардың бөлмесіне бардым. Барып сығалап қарасам айым итше тұр. Беріліп барғайымды ұрғылап жатыр. Нәрге қосылсам бола ма дедім. Әлгі жігіт шошып кетті де сасып қалды. Ол үйде оңашамыз деп ойған болу керек. Сосын айым даусымен қолымен бұлғап кел қосыл деді де әлгі жігітке қарап туған күніңмен саған подарка деді. Әлгі жігіт рахмет депсін әрмен қарай жалғастырып айымды жалғастырды. Ал мен жандарына барып әлгі жігіттің мойындарын сүйіп шиелерімді ұстататым. Ол болса бір қолы айымның май артта, бір қолы менің шиелерімді мыжылап жатыр. Әлгі жігіт мағанда итші тұр деді. Сосын мен айымның қасына жақындадым да, ал ол болса саусағын сулап жіберді де екі саусағын менің күнтемесіме салып әрлі-берлі қозғалта бастады. Ал айымды әлі ұрғылап жатырды. Айым болса жан дауысы шығып жатыр. Сосын айымды қаттырақ ұрғылап жатырды да суырып қалды. Ал айым диван үстіне құлады. Енді туралап маған тығып жіберді. Мен қуанып кеттім, себебі мен манадан сайман аңсап, аңсағынымды бергенде қатты рахаттандым. Ол байыппен бастады, жаймен қозғалып әрлі-берлі. Бір кезде айым итше тұрған менің астыма кіріп кетіп, әлгі жігіттің балапанының астын жалай бастады. Ол жұмыртқасына қалай айымның тілі тиіп еді, қозғалмай тұрып қалды. Балапаны менің күнім ішінде. Ал айым оныкін жатыр, тілімен қыдықтап жатыр. Әлгі жігіт болса рахаттанып дауыстары шығып жатыр. Әлгі дауыстармен қоса оның құралы одан сайын қатайып жатыр. Балапаны менің күнтемесінің ішінде тырсиып қозғалып жатыр. Бір кезде айым жігітті қойып менің күнтемесіме қарай түсетті, сол жақтың дәмін көре бастады. Сол кезде әлгі жігіт қозғалып бастайды алға, артқа. Мен ұшып аяқтарым дірілдеп кетті. Ол жігіт менің белімнен қаттырақ ұстап алды да қаттырақ ұра бастады. Ал айым болса астымда. Менде бұрын соңды бұлай болып көрген емес, өмірдің рахаты осы екен дедім ішімнен. Ол қатты қозғалып жатыр. Менің даже сөйлеуге әлім келмей қалды. Мен уже бітіргім келіп жатыр. Бірақ ол жігіт тоқтамай ұрғылап жатқасын бітіре алмай жатырмын. Аяқтарымның әлі кетіп қалды. Соққылардан қызарып пісіп кетті. Бір кезде ол жігіт шығарып қалғанда менің күнтемесімнен фонтан секілді атқылады. Ай, иім напыр астында қалды. Ол бірден беті су болып тұрып кетті. Мен диванға құладым да сол құлағанан тұрмадым. Ал айым мен әлгі жігіт жуынуға кетті. Мен солай жатып ұйықтап қалдым. Таңертең ұйқыдан тұрдым. Үстімде көрпе, бетім қатпар болып қатып қалған айран. Тұрып жуынуға бардым, бетімді жуып душқа түсіп алдым. Айымды қарадым, әлі ұйықтап жатыр екен өзі, әлгі жігіт жоқ. Сосын айым ұйқыдан тұрғасын сұрадым, менің бетімнен неге айран болып ұйықтап қалғанмын деп. Ол айтты, менің атымнан кек ол деп күлді, себебі сен менің бетіме аяқтап тастадың, бұл менен жауап деді. Сосын мен ойнамай айтшы дедім. Сосын ол мен ұйықтап қалғаннан кейін не болғанын бастан аяқ айтып берді. Мен ұйықтап қалғаннан кейін айым әлгі жігітке айтқан екен, досыңды шақырып жансаяға кіргізіп жіберейік деп. Ол бірден келісіп досын шақырып менің қасыма кіргізіп есікті жауып алған екен. Ол досы ұйықтап жатқан мені қалағанынша ұрғылаған екен, бірақ бұның барлығы менің есімде жоқ. Менің даже тұруға шамам болмаған екен, қатты ұйқыға кеткен екенмін. Ол мені бір сағаттай қалағанынша итеріп білгенін жасап соңында бетіме аяқтап кеткен екен. Мен енді білмеймін ол кім, қандай адам, қалай істеді. Есімде ештеңе жоқ.
Ақтауда алғашқы күні және алғашқы түнде осындай оқиға өтті басымыздан. Жалғасы бар.